Сәлем достар, сіздермен Асия Төрегелді. Бұл видеода 8-ші сыныптың химия пәнінен номер 1-ші БЖБ тапсырмасын орындайтын боламыз. Зат мөлшері және стехометриялық есептеулер бөлімдері бойынша жиынтық бағалау. Бірінші тапсырма: молекулалар саны 3,1 көбейту 10-23 дәрежесі тең көмірқышқыл газының зат мөлшері және массасын есептеңіз деп. Бізде алдымен формуланы жазып алайық. N тең үлкен N бөлу NA. Бұл жердегі N деп отқанымыз зат мөлшері. Ал үлкен NA ол тұрақты шама, Авогадро тұрақтысы. Ал үлкен N деп отқанымыз олар бөлшектер саны. Қазір осы формула бойынша есеп шығаратын боламыз, және де зат мөлшерін есептеудің екінші формуласы ол N. Массаны бөлеміз үлкен M'ге, мольдік массаға. Келесі бізде массаны есептеу керек. Массаны есептеу үшін біз моль санын көбейтеміз мольдік массаға. Енді бізде берілгені бойынша зат мөлшерін есептеу керек. 3,01 көбейту 10-23 дәрежесі бөлінген 6,02 көбейту 10-23 дәрежесі тең 0,15 моль шығады бізде. Екінші массаны есептеу. Массаны есептеу үшін біз алдымен CO2-ның мольдік массасын есептейміз. М CO2 деп жазамыз. Оны есептеу өте оңай. 12 қосу 16 көбейту 2 тең болады 44 грамм моль. Енді осы бойынша біз массаны есептейміз. Бізде N 0,15-ге тең болды. Мына формулаға саламыз ғой. 0,15 моль көбейтеміз. Үлкен M'іміз 44 грамм моль болды. Тең болады 22 грамм шығады. Яғни бізде дұрыс нұсқа 0,15 моль және 22 грамм деп тұр. Ол д нұсқасы екен. Екінші тапсырма: мыс оксидін сутекпен тотықсыздандыру нәтижесінде 4 грамм таза мыс алынған болса, реакцияға түскен мыс оксидінің массасын және зат мөлшерін табыңыз дейді. А бөлімінде мыс оксидінің сутекпен тотықсыздану реакция теңдеуін жазыңыз деген. Мыс оксидінің формуласы бізде купрум оған қосамыз сутекті H2-ні тең таза купрум бөлінеді. Бізде қосу су бөлінеді. Реакция теңдеуі өздігінен теңеседі. Б бөлімінің тапсырмасы бойынша мыс оксидінің массасын есептеңіз. С бөлімінде мыс оксидінің зат мөлшерін есептеңіз депті. Бізде реакция теңдеуі купрумы қосу H2 болды тең таза купрум қосу H2O бөлінді. Енді бізде 4 грамм мыс берілген. 4 грамм. Біздегі шарт бойынша масса купрумын есептеуіміз керек, және N купрумын есептеуіміз керек. Масса купрумын есептеу үшін біз оның моль санын есептеп алуымыз керек, және мольдік массасын есептеп алуымыз керек. Оның моль саны купрумға тең болады. Купруммен және купрумның моль сандары тең болады бізде. N купрум О тең N купрум болады. Сонда біздегі купрумның моль санын есептейтін болса, купрум 4 грамм беріп тұр, астына 64 деп жазамыз. Сонда тең болады 0,0625 моль болады. Енді біз мольдік массаны есептейміз. Купрум оның үлкен М купрум О тең 64 қосу 16 тең 80. Енді бізде моль саны мен мольдік масса белгілі болды. Енді купрум оның массасын есептеу үшін N-ді көбейтеміз мольдік масса, яғни
астына жаза салайыншы, сыймай жатыр мына жерге. Масса купрум О тең 0,0625 мольді көбейтеміз 80 грамм мольге. Тең 5 грамм шығады. Енді N купрум О дегеніміз бізде купрумға тең болады дедік, N купрум. Сонда бізде N-нің моль саны бізде мына жақта шықты ғой, міне 0,0625 деген. Осыған тең болады. N купрум О тең 0,0625 моль. Үшінші тапсырма 273 кельвин 0 градус температурамен 101,3 килопаскаль қысымда өлшенген 1 моль газ 22,0 литр көлемді алады. Тұрақты шаманы айтып жатыр бізге, қалыпты жағдайдағы көлемді. Енді бізде гелий, сутек және CO2 берілген екен. Олардың молекула саны, моль саны және қалыпты жағдайдағы алатын көлемі. Енді тапсырма атомдар мен молекулалардың берілген моль санын қалыпты жағдайда алатын көлемдермен сәйкестендіріңіз депті. Бізде 10 моль аммиак молекуласы берілген және 0,75 моль сутек атомы, 0,5 моль аргон атомы берілген екен. Біз бұл жерде аммиак, сутек дегендерге мән бермейміз. Біздегі берілген моль санын қалыпты жағдай 22,04-ге көбейте саламыз. Бізде 10 мольді көбейтіп 22,04-ге көбейтіп жазатын болса, үшінші жауап 224 моль литр шығады екен. Сонда бізде А тең 3-ге, В тең 1-ге, С тең 2-ге шығады. Мына жақта бар екен ғой, мен мына жаққа жазып қойдым. А тең 3-ге, В тең 1-ге, С тең 2-ге. Төртінші тапсырма, белгісіз газдың сутекпен салыстырмалы тығыздығы 15-ге тең. Осы газдың молярлық массасын табыңыз дейді. Үлкен М деп жазып, ішіне газ деп жазып қоямыз. Жақшаның ішіне тең 15-ті көбейтеміз 2-ге тең 30 шығады. Не үшін 2-ге көбейттік? Өйткені сутекпен деп тұр, сутек бізде H2 молекула күйінде жүреді, ол тең үнемі 2-ге. Ал оттек бойынша тығыздығы дейтін болсақ, O2 біз 2-ге көбейтетін едік. Ал ауа бойынша тығыздығы дейтін болсақ, 29-ға көбейтетін едік, мына 2-нің орнына. Өте оңай тапсырма екен. 5-ші тапсырма, белгілі қысым және температурада азот пен сутекті тікелей әрекеттестіріп, аммиак NH3 алуға болады. Аммиак синтезінің алынуының реакция теңдеуін жазыңыз дейді. Бұл да өте оңай. N2 қосу H2 тең NH3 аммиак шығады. Реакция теңдеуін теңестіру үшін NH3-тің алдына 2 қоямыз және сутектің алдына 3 қоямыз. Сонда реакция теңдеуі теңеседі. Соңғы тапсырма, аммиак синтезіндегі газдардың көлемдік қатынасын анықтаңыз дейді. Көлемдік қатынас бізде 1-3 болады. Не үшін десеңіз, N-нің алдында 1 коэффициент бар, бұны біз жазбаймыз. 1 деген коэффициент жазылмайды. H2-нің алдында 3 бар, сол коэффициентті жаздық. Достар, сонымен біздің видеомыз аяқталды. Менің каналыма жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Қош, сау болыңыз.